Жалғыз ұлым жұмбақ жағдайда жан тапсырды. Атақты айтыскер Серікзат Дүйсенғазы шаңғы теуіп опат болған баласының өлімін жіті тексеруді талап етті. Қайғылы оқиға 2 қаңтарда Ақмола облысында қысқы курорттардың бірінде болған. 16 жастағы жігіт шаңғы трассасында ағашқа соғылып тіл тартпай кеткен. Әкесі оның өліміне демалыс аймағының басшылығын кінәлауда. Еліміздегі осындай жүздеген нысанның адам өміріне қауіпті екені расталды. Тіпті жабайы сырғанақта жүріп жан сақтау бөлімінен бірақ шыққан балалар саны да артыпты. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен деген сөзі бар ғой. Жабайы сырғанаққа келгенде соны естен шығармау керек сияқты. Себебі мұнда абайсызда мертігіп қалсаңыз, ешкімнің мойнына кінә арта алмайсыз. Өйткені демалыс орнын халық өзі қолдан жасаған, қауіпсіздік ережелерін қадағалап отырған ешкім жоқ. Ендеше елмен бірге бір Аллаға сыйынып, біз де төмен түсейік. Төменге түсу үшін түкті жүрек керек бәлкім. Жоғарғы жылдамдықпен шыр айналып шыңғырып әрең тоқтадық. Сәтін салғанда ешкімге соғылмадық. Бұл жерде ондай қауіп өте басым. Мәселен, жақында ғана биіктен сырғыған 12 жастағы бала есін жоғалтып аурухана төсегінен бірақ шыққан. Жамбыл ауданынан 12 жастағы ұл бала жеткізілді. Бала келген кездегі диагнозы жабық бас ми жарақаты, бас миының шайқалуы, оң жақ, сол жақ көз аймағының жұмсақ тіндерін соғылуы. Бүгінгі таңда баланың жағдайы орташа ауырлықта. Оқыс оқиға Қайназар ауылының маңында болған. Басына біреудің тізесі тиіп жазым бола жаздаған жеткіншектің анасы жабайы сырғанақта мұндай жағдай жиі болады дейді. 1-2 күн бұрын барып, үлкен балам белін ауыртып алды. Енді олар паровозик болып сырғанайды ғой балаға. Сөйтіп белін ауыртып, ол бармады. Сосын мен жібермей қойғам негіз баланы. Бармайсың, осындай, одан бір бала тісін сындырып алды, тағы бір жерін істеп алды. Сол біз түскен күні, сол күні бір қыздың тоже иығысында ол да осы жерде жатыр қазір больницада. Өкінішке қарай қайғылы жайттар қауіпсіздік талаптары қатаң қадағалануы тиіс спорт кешендерінде де тіркеліп жатыр. Қаңтардың 2 күні елге танымал айтыскер ақын Серікзат Дүйсенғазының 16 жастағы баласы Ақмола облысындағы Елікті шаңғы базасында опат болды. Жалғыз ұлынан айырылып қан жұтқан ақын оқыс жағдайдың көңілге күдік ұялататын тұстары бар дейді. Ол шаңғыны өте жақсы тебетін, ағашқа қандай жағдайда соғылғаны беймәлім. Сол соңғы рет тауға көтеріліп бара жатқан анасы түсірген видео бар. Әрі қарай не болған біз білмейміз. Елікті шаңғы базасының қызметкерлері 1,5 сағаттай құлаған баланы таудан төменге түсірмей, алғашқы медициналық көмек көрсетпей, тығып ұстағаны көкейге күдік ұялатады. Ақын Серікзат Дүйсенғазының әлеуметтік желідегі парақшасынан. Айтыскердің айтуынша, мыңдаған адам келетін орында тіпті алғашқы көмек көрсететін дәрігер де болмаған. Ең сорақысы қауіпсіздік талаптары сақталмаған спорт нысаны түк болмағандай қызметін жалғастырып жатқан көрінеді. Аталған жайтты Ақмола облысының полиция департаменті бақылауға алып тергеу басталды. Өмір белгілері жоқ жас жігіттің денесін 2 демалушы тапқан. Осы фактіге сәйкес Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 306 бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Елдің есін шығарған қаралы хабардан кейін қарашаның қысқы спорт нысандарын қырағылықпен таңдағаны жөн болар. Қауіпсіздік талаптарын қаншалықты сақтағанын білмек болып, Алматыдағы танымал кешендердің біріне келдік. Жұмыс күніне қарамастан күндіз келуші көп екен. Әр адамның өміріне жауаптымыз дейді мұндағы мамандар. Барлық жерде белгілер орналасқан, яғни айналып өту, жылдамдықты азайту дегендей, және әр локацияда бізде медпункттар орналасқан. Бөлінетін деңгейлерде құтқарушыларымыз бар, яғни әр сағат сайын патрульдер кетіп жүреді. Яғни адамдардың, қонақтардың қауіпсіздігі бізге өте маңызды болып келеді. Дегенмен спортты серік еткендерге сақтансаң сақтайтынын ұмытпау керек. Өкінішке қарай тауды бағындырам деп ішімдікке тойып келетіндер де кездеседі екен. Сондықтан ережелерді ескеріп, нұсқаулықты дұрыс орындау маңызды дейді мамандар. Айзада Оразалы, Данияр Мақатаев, Еуразия 1 арнасы, Алматы облысынан.